Есімізге түсіреміз. Әріптерді біз не істейміз? Айтамыз, көреміз. Ал дыбыстарды біз естиміз, айтамыз. Тамаша, жарайсыңдар. Кейде дауыс, қызылмен де көкпен де белгілейміз, себебі кейде дауысты, кейде дауыссыз болып кетеді. Тамаша. Айда жаза қой. Жаңа өзің айтқан әріптерді жаза қой. Дауыстыларды белгілейінді. Қызылмен. Қызылмен дауыстыларды белгілейміз. Тез бұл Айда. Алинур. Айда арық жақ, Айда сен ар жаққа жаза бер. Ата деп жаз Айда. Ата. Жақсы. Созылады ма? О, созыла ма? Жақсы. Іштен шыққан ауа кедергілерге ұшырамайды, жақсы. Ата, Айда. Ата. Созылады, дұрыс айтасың. Дұрыс, енді А деп жазасың Айда. Тамаша, жақсы Алинур. Дауысты дыбыстар не істейді? Созылады, әндетіп айтуға болады, Ал дауыссыз дыбыстар ше? Созылады ма? Созылмайды, кедергілерге ұшырап шығады, іштен шыққан ауа. Тамаша, жақсы отыра қой. Айда дауыс. Тау. Екінші қандай дыбыс содан кейін? Содан кейін? Біреудің айтқан айтпай, өзін тыңдасай. Тау. Т-А-У. Тау. Үшінші қандай дыбыс екен? Ой емес, дұрыс емес. Сені шатастырып жатыр олар. Т-А-У. Абай. Оқи ғой. Тастым сонай. Оқыш не жаздың? Оқы, біртіндеп айт. Тату. Ал мен саған қандай сөз айттым? Ол тау деген қанша дыбыс? Т-А-У. Біреусін ғана өшір. Қай жер қате? Соңғы екі әріпті өшір. Оны өшірсең не болады? Оқышы, оны өшірсең не деп жазып қойдың? Жоқ, У ма не? Соңғы дыбыс У ғой, сен неге Т жазып қойдың? Қандай әріп жазамыз? Қандай дыбыс? Дұрыс. Жаза ғой. Тыныш. Енді дыбыс қалдау жаса. Қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз. Мұхаммед, оқы, мен сен тыңдап отырмын. Дауысты ма? Созыла ма, созылмай ма? Дауыссыз. Қандай түспен белгілейміз? Ішін боямай қой, просто домалақ қыласа бол. Дұрыс. Маған бер, жаппай қой. Екінші. А дыбысы қандай дыбыс? Демек, дауысты дыбыс дейміз, Қандай түспен белгілейін деп тұрсың? Созылатын дауысты дыбыстарды қызылмен белгілейміз, А дауысты дыбыс. Қайтала. У қандай дыбыс болып тұр бұл жерде?
Балалар, егерде дауысты дыбыстың артында у дыбысы жазылса, қандай дыбыс болып кетеді? Дауыссыз. Дауыссыз болады. Демек, қандай түс? Көкпен қызыл. Я, қазір көк болып тұр ол. Өйткені дауыстының артында тұр. Я, тек қана көкпен белгілейміз. Ол жалғыз өз тұрған кезде ғана көкпен қызылмен белгілейміз. Түсін ба? Ал енді ту деп жаза қой. Ту. Мә. Аха. Т-у. Ту. Сабай. Я, дауысты ма, дауыссыз ба? Я. Апай, мен аны айтасам. Т дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Бояйсың, аны. Дауыссыз. Я. Я. Өзің біл. Я. Қандай түспен белгілейсің? Мен саған айттым, Алинұр. У әрпі жалғыз тұрған кезде ана қызылмен көкпен белгілейміз. Қара, дауыстының артында тұрса, дауыссыз болып кетеді. Ал сен бірінші т дыбысы дауыссыз деп тұрсың ғой. Сонда қандай дыбыс болып кетеді екен? Дауысты дыбыс болып кетеді екен. Қызыл түспен белгілейміз, е?